Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода біз пончик дайындаймыз. Оған керек ингредиенттер: сүт, ұн, дрожж, және де тұз, жұмыртқа, ерітілген май, және де сағырнай пудра немесе кәдімгі қанттың өзін де қолдануға болады. Ең алдымен жылы сүтіміздің үстіне тұзымызды және де қантымызды, дрожжымызды салып аламыз. Тұз, қант қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді бір қасық ашытқыны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа саламыз, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Қазір осыны екіге бөліп жаятын боламыз. Қалыңдығы 5 мм-дей болуы қажет. Достар, осындай жайып аламыз. Енді пончиктің пішінін келтіреміз. Вокал немесе осындай кішігірім заттарды қолдансаңыздар болады. Осындай доңғалақтар жасап аламыз. Енді осылардың ортасынан осындай дөңгелекпен кесеміз. Мінекей достар, мен осындай өте көп пісіріп алдым. Қазір бетіне сахарнай пудра себетін боламын. Мінекей достар, осылай себеміз. Мінекей достар, пончиктер дайын болды. Сондай өте керемет, жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт жүзеге асады. Махаббатпен жасасаңыздар, бәрі де күшті болады. Сау болыңыздар, парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар.